Саламатсыздар ма? Бүгін полезный каналында сіздерге қымбат емес, арзан бағада лайфхак түсіретін боламыз. Ол үшін көп ақша қажетті емес. Қымбат препараттардан қарағанда үй жағдайында пайдалануға болатын арзан препараттарды көмегін сіздерге айтатын боламыз. Қандай лайфхак білесіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Бірінші, перекс водородын алатын боламыз. Перекс водороды бұл қолтықтың иісін, қолтықты ағартуға жақсы көмек береді. Ол үшін құрғақ салфетка немесе ватный диск болса үйде, соған құйып аптасына 2 рет сүртуге болады. Ол жаңағындай киімге ешқандай дақ қалдырмайды, иісін де көп шығартпайды және ағартуға септігін тигізеді. Оны 1 айдан кейін байқауға болады. Бірінші лайфхагымыз кетті. Екіншісі фармидрон растворы. Фармидрон барлық аптекаларда бар, білесіздер оны. Бағасы да өте қолжетімді. Біздерде 150-дің арасында тұрады. Фармидрон ол аяқтың шаш иісіне, қолтықтың иісіне жақсы көмектеседі. Кішкентай 12 жастан асқан балдарға да сүртуге болады. Қыз балдар болсын, ер балдар болсын. Және де аяқтың то же самое, ер балдарға аяқтың иісіне де кетіруге болады. Ол үшін то же самое салфетка немесе ватный дискімен алып, аптасына 2-3 рет қайталауға болады. Бұл екіншісіміз. Бірінші перекс водород, фармидрон, йод. Йод та ол аптекада қолжетімді бағада тұрады. Ол йодты білесіздер, барлық жараға, қан тоқтатуға пайдаланады. Сонымен қатар тырнақты қатайтуға да жақсы әсер етеді. Тырнаққа лак жоқ болса, жағып аптасына 1-2 рет жағып қойыңызға болады. Ол тырнақтың қатаюына және тырнақтың сынбауына жақсы әсер етеді. Бұл үшінші, және де бұл 4-ші лайфхак. Оған бізге передоксин гидрохлорид, ол витамин В6 деп айтылады. Тиамин гидрохлорид, бұл витамин В1 және цинкобаламин, витамин В12. Осы 3 ампулды алып, простой үйде шампунь болса, каждыйынан 2 ампулдан сындырып, ішіне құйып, күніне жусаңыз да болады шашыңызда, және аптасына 2-3 рет жууға болады. Оның эффектісін 1-2 аптадан кейін көретін боласыздар. Шашыңызға әрі әдемілік береді, шашыңызды түспеуіне әсер етеді, және де шашыңызды өте қатты жылтырататын болады. Бұл лайфхактармен сіздерге бөлісетін боламыз. Келесі видеода тағы да басқа видеоларды түсіретін боламыз. Үй жағдайында қандай арзан бағада лайфхак түсіруге болады. Біздермен бірге болыңыздар және коммент жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.